Қайырлы күн достар, 10 сынып, 2 БЖВ 3 тоқсан, 17 топ элементтері және 2 топ элементтері бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: топ бойынша галогендердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру, галогенит иондарды тәжірибе жүзінде анықтауды жоспарлау және анықтау, хлордың суды залалсыздандыруда қолданылуын түсіндіру және осы процестердің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау, сілтілік жер металдардың маңызды қосылыстарының қолданылу аясын атау, 2 топ металдары катиондық сапалық анықтауды жоспарлау және оны тәжірибе жүзінде жасау. Бірінші тапсырманың А сұрағы: галогендерді физикалық қасиеттеріне байланысты сәйкестендіріңіз. Галогендердің физикалық қасиеттерін қарастырған кезде сіздер топ бойынша жоғарыдан төменге қарай олардың агрегаттық күйлері газдан қаттыға қарай өзгеретін және осы бағытта түстерінің қоюланатынын қарастырған болатынсыздар. Демек, фтор бізде сәл жасыл түсті газ тәрізді зат, хлор бізде сарғыш жасыл түсті газ тәрізді зат, бром бізде қоңыр түсті сұйықтық, иод бізде қатты металдық жылтыры бар қара сұр зат. Келесі: галогендер үшін дұрыс болып табылатын тұжырымдарды көрсетіңіз. Шын болса галочка белгісін, егер тұжырым жалған болса крестик белгісін қойыңыз. Қалыпты жағдайда молекуласы 2 атомнан тұрады галогендердің. Әрине, дұрыс. Барлық галогендер бөлме температурасында газ тәрізді агрегаттық күйде болады. Жалған. Иод бізде қатты, бром сұйықтық екенін білеміз. Барлық галогеннің ең жоғары валенттілігі 7-ге тең. Әрине, бірақ фтордан басқасы. Барлық галогендердің жылу мен электр тогын жақсы өткізеді. Жоқ, бұлар молекулалық кристалл торлы болғасын, жылу мен электр тогын өткізбейді. Барлық галоген атомдарында қалыпты жағдайда сыртқы энергетикалық деңгейінде 7 электрон болады. Әрине, бұлар 7 топтың А топшасының элементтері. 7 электрон болады сыртқы қабатында. Қатты күйде галогендер иондық кристалл торын түзеді. Жоқ, біз бұлардың молекулалық кристалл торын түзетінін білеміз. Периодтық кестеде топ бойынша жоғарыдан төменге қарай галогендердің балқу қайнау температурасы артады. Олардың жоғарыдан төменге қарай топ бойынша агрегаттық күйлері газдан сұйыққа, одан қаттыға өзгеретін болғандықтан, олардың балқу қайнау температурасы артады осы бағытта. Дұрыс. Келесі: екінші тапсырманың А сұрағы: топ бойынша галоген тобындағы элементтердің электр тегістілігі тотықтыру қасиеті қалай өзгереді? Енді біз мына жерден қарап отырсақ, мінекей мәліметті қойып қойдым. Топ бойынша галогендердің электр тегістілігінің мінекей ең күшті электр тегістілік, ең үлкен электр тегістілік фторда екенін білесіздер. Яғни электр тегістілік топ бойынша төменнен жоғарыға қарай артады. Төменнен жоғары артады. Тотықтыру қасиеті қалай өзгереді дейді? Тотықтырғыштық қасиеті деген ол электронды қосып алу қасиеті. Электронды қосып алу қабілеті. Әрине, осы бағытта электр тегістілігі артқан сайын, демек, неғұрлым электр тегістілігі жоғары болса, соғұрлым оның тотықтырғыштық қасиеті күшті, яғни электронды өзіне жақсы қосып алады. Сондықтан тотықтырғыштық қасиетте осы бағытта артады деп жазамыз. Осы бағытта тотықтырғышты ТТШ деп жаздым. Қасиеті де артады. Б тапсырмасы: қандай орын басу реакциясы іс жүзінде жүзеге асыруға болады? Енді мына жерде біздер бос күйінде тұрған элемент
яғни галогендерге қараймыз, бос күйінде тұрған. Соларды ерітіндінің құрамындағы галогендерден белсенділігін салыстырамыз. Бром хлорды ерітіндіден ығыстыра ала ма? Қарайық. Мына бағытта біздер топ бойынша галогендердің белсенділігі төменнен жоғары қарай артатынын білеміз. Сондықтан қазір қарайық, бром хлорды ығыстыра алады ма? Бром хлорды жоқ, ығыстыра алмайды. А нұсқасы жарамайды. Иод хлорды ерітіндіден ығыстыра алады ма? Иод хлорды. Иод хлордан кейін орналасқан, сондықтан бұл реакцияда жүрмейді. Хлор иодты ығыстыра алады ма? Әрине, хлор иодтан жоғары орналасқан, белсенділігі жоғары. Сондықтан осы нұсқа бізде дұрыс болады. Хлор ерітіндіден иодты ығыстырып шығарады. Келесі С тапсырмасы. Хлор әрекеттескен натрий гидроксидінің температурасына байланысты әртүрлі өнім түзіп, натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Хлордың суық натрий гидроксидімен реакция теңдеуін жазыңыз. Және хлордың ыстық натрий гидроксидімен реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Әрине, хлордың суық және ыстық натрий гидроксидімен реакция теңдеулері әртүрлі. Суық натрий хлоридімен ол реакциясында натрий гипохлоридін түзетін болса, ыстық натрий гидроксидімен реакцияласқан кезде хлор натрий хлоратын түзеді. Реакция теңдеулері осындай. Үшінші тапсырма. Калий галогенді ерітіндісіне калий X азот қышқылының ерітіндісін және күміс нитратының ерітінділерін қосқанда ақ тұнба түзіледі. Бұл тұнба аммиактың судағы сұйылтылған ерітіндісінде ериді. Қандай тұнба түзілді? Тұнбаның формуласын жазыңыз. Әрине, біз ақ тұнба түзіледі деп тұрғасын түсініп отырмыз. Аргентум хлормен, күміс хлоридімен, күміспен ақ тұнба түзетін галоген бізде ол хлор. Сондықтан бұл жерде берілген калий галогениді, калий хлориді болу керек. Сондықтан бізде мынадай реакция болады. Калий хлор қосылған аргентум NO3 қосылған HNO3. Бұл кезде бізде мінекей түзіліп тұрған күміс хлориді ақ тұнба. Тұнбаның формуласын жазыңыз дейді. Демек, тұнбаның формуласы бізде ол аргентум хлор, ақ тұнба. Енді келесі тапсырмасында тұнбаның аммиактың судағы ерітіндісімен реакция теңдеуін жазып, агрегаттық күйлерін белгілеңіз дейді, заттарын. Бастапқыда бізде бұл жаңағы ақ тұнба болды. Яғни қатты зат, ақ тұнба, қатты зат деп белгілеуімізге болады. Ол ерітінді, яғни сулы. Аммиактың сулы ерітіндісінде ол ериді тұнба. Осындай комплексті суда еритін тұз түзеді. Бұл да сулы ерітінді күйінде болады. Суда сулы ерітінді күйінде болады. Реакция теңдеуі осылай. Келесі Б тапсырмасы. 2 құты 300 градусқа қыздырылды. Бірінші құтыда хлорсутек болды, екіншісінде иод сутек болды газ күйінде. Әр ыдыстың ішінде қандай өзгерістер жүрген анықтаңыз, жүретін реакция теңдеулерін жазыңыз дейді. Демек, бізде мына жерге сыза берейін. Бізде 2 құты болған екен. Біреуінің ішінде H хлор болған екен, екіншісінің ішінде H иод болған екен. Екеуі де газ күйінде болған. Және осы 2 құтыны да 300 градус температураға дейін қыздырған екен. Осы кезде қайсысында өзгеріс жүреді? Енді біздер жалпы H хлордың байланысы мен H иодтың байланысын салыстыратын болсақ, H хлорда электротетістіліктер айырмашылығы үлкен, H иодта электротетістіліктер айырмашылығы кіші, аз. Сондықтан біздер екеуін салыстырған кезде H хлордың байланыс энергиясы жоғары екенін білеміз.
және бұл H хлордың молекуласы өте тұрақты екенін білеміз. Сондықтан H хлорды 300 градуста қыздырған кезде ол ыдырамайды, себебі H хлорды ыдырату үшін 1050 градус температура қажет болады. Сондықтан бұл реакция жүрмейді деп жазамыз. Ал H иодты 300 градусқа дейін температурада қыздырған кезде ол әрине жай заттарға ыдырайды, себебі H иодтың, иод сутектің ыдырау температурасы ол 200 градус. 300 градуста әлбетте ол ыдырайды. Сондықтан жүретін реакция бізде H2 және иод 2 газдарына, жай заттарына ыдырайды. Реакцияны теңестіріп, H иодтың алдына 2 қоямыз. Келесі. С тапсырмасы калий хлориді бромиді иодттерінің қатты үлгілерін бөлу үшін концентрлі күкірт қышқылын қолданады. Әрбір үлгіде қандай өзгеріс болатынын сипаттаңыз дейді. Бұның реакция теңдеулері келесідей болады. Өзгерістерді сипаттайтын болсақ, бірінші теңдеуде калий хлориді концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде хлорсутек деген сөзін газ күйінде бөлінеді. Калий бромиді концентрлі азот қышқылымен әрекеттескен кезде бром қоңыр түсті сұйықтығы бөлінеді. Бром бөлінеді және SO2 газы бөлінеді деп сипаттасаңыздар болады. Калий иодиді концентрлі азот күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде бізде иод бөлініп тұр және күкіртсутек газ күйінде бөлінеді деп реакцияны сипаттауымызға болады. Келесі. 4-ші тапсырма А сұрағы. Хлор суды тазалау үшін қолданылады. Тазалау әдістерінің бір артықшылығы мен бір кемшілігін жазыңыз. Енді артықшылығы, ең басты артықшылығы хлор бізге қолжетімді. Қолжетімді және осы хлормен тазалаған кезде су мөлдірленеді, яғни түсі мөлдірленеді және судың иісі кетеді. Иісі тазарады деп жазарсыздар, кетеді деп қойдым. Ал енді кемшілігі ол денсаулыққа зияндылығы. Егер де осы ағзаға тыныс алу жолдарымен немесе жаңағы хлор ағзаға түсетін болса, ол жаңағы онкологиялық аурулар туғызуы мүмкін. Келесі тапсырма. Суға аз мөлшерде қосылған хлор суды тазартады, бактерияларды жояды, суды ішу үшін қауіпсіз етеді. Әрине, аз мөлшерде өзінің нормасында болса. Сонда бізде дұрыс жауап В. Келесі, 5-ші тапсырма. Атмосфераға зиянды күкірт диоксиді SO2 газының өтіп кетуін бұлтартпау экономикалық және техникалық тұрғыдан қиын үрдіс болып табылады. SO2 газының атмосфераға бөлінуін азайту үшін пеш мұржаларында дисульфирлену әдісі қолданылады, яғни газдар кальций гидроксидімен тазаланады, жуылады. Қандай өнім түзіледі бұл жерде? Әрине SO2-ге бізде кальций гидроксидін қосқан кезде кальций сульфиді түзіледі. Б тапсырмасы. Медицинада барий сульфатын асқазан ішек жолдарының рентгендік зерттеулер жүргізу кезінде қолданады. Неге осы зерттеуде барийдің басқа қосылыстарын емес, именно сульфатын пайдаланады дейді. Барий сульфаты біздер білеміз ғой, барий тұздарын анықтауда қолданылатын, немесе SO4 аниондарын анықтауда қолданылатын екеуі бір-біріне сапалы реагент. Ақ түсті тұнба. Ақ тұнба, яғни неге именно осы барий сульфатын қолданады, қалған тұздарын қолданбайды барийдің? Ол себебі барийдің суда еритін қосылыстарының барлығы улы болып келеді. Сонда бізде жауап Д. Тек бірінші жауап дұрыс. Келесі. Фермер егіс алқабын өңдеу кезінде әкті аммоний қосылысы бар азот тыңайтқышымен бірге топыраққа салды. Өңделген топырақта қандай реакциялар жүреді? Әрине, ол тыңайтқыш болғасын, ол жерде мінекей
жаңағы аммиактан аммоний тұздары түзілу керек, нитраттар түзілу керек. Әрине бірінші жауап дұрыс, әрине. Тек бірінші жауап деген Д нұсқасын таңдаймыз. Келесі тапсырма, екінші топ металдардың катиондарын сапалық анықтаудың бірі жалын түсінің өзгерісі болып табылады. Әрине бұны 9 сыныпта өткенсіздер. Естеріңізде болса, кальций ионы жалынды кірпіш қызыл түске бояйды. Барий ашық жасыл түске бояса, стронций иондары жалынды кармин қызыл түске бояйды. Кармин қызыл түске бояйды. Төменде берілген аниондардың ішінен барий катионына сапалық реакцияны жүргізетін анионды анықтаңыз. Ол әрине SO4. Жаңа айтқандай, барий SO4 бізде ақ тұнба. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар.